Баршаларыңызға сәлем, сіздермен Гүлдария. Бүгін сіздерге өте дәмді испанский чизкейктің оригинал рецептімен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып, және де колокольчикті басып қойсаңыздар, жаңа шыққан видеоны бірден көріп отыратын боласыздар. Алдымен чизкейк пісіретін ыдысымызды дайындап аламыз. Менде осындай кальцо, егер кальцомен жасайтын болсаңыздар, астын міндетті түрде жақсылап тұрып, жауып, фольгамен орап шығамыз. Міндетті түрде екі қабат болу керек, өйткені бір қабаттан жан-жағында ағып шығып кететін болады. Немесе үйде бар өздеріңіздің формочкаларыңызды қолдана берулеріңізге болады. Жан-жағын жақсылап жауып, одан кейін екі шетіне бортик ретінде пергамент бумагасын кесіп саламыз. Бұл міндетті түрде. Енді чизкейгімізді дайындауға кірісеміз. Ол үшін бізге творожный сыр керек. Менің қолданып жатқаным калық творожный сыры. Чизкейкті жасау үшін творожный сырды 1-2 сағат бұрын холодильниктен шығарып қойыңыздар. Бөлме температурасындағы жұмсақ творожный сыр өте керемет үйлесетін болады. Творожный сырдың үстіне қантты салып, миксердің ақырын скоростымен жақсылап бір келкі болғанша миксерлейтін боламыз, немесе қолдың венчигімен де жасауларыңызға болады. Жазбаша рецепті описание бөлімінен көре аласыздар. Бірнеше диаметрге арналған рецепт түрін жазып қоямын. Творожный сыр мен қант бір келкі болғаннан кейін үстіне жұмыртқаны салып, тағы да ақырын скоростпен миксерлеп, бір келкі массаға айналдырамыз. Испанский чизкейктің ерекшелігі бұл влажный, ортасы толық піспеген секілді болып тұрғаны өте керемет шығады. Сол себептен осы айтылғандардың барлығын орындасаңыздар өте керемет чизкейк шығады. Міне миксерлеп болдық. Енді ыдысымыздың шет-шетін барлығын лопаткамен жинап шығамыз. Үстіне 33%-дан жоғары сливкиді құямыз. Сливки 30%-дан жоғары болуы міндетті. Дүкендегі 20-10%-дық сливкилер жарамайды. Және де үстіне кукурузный крахмалды салып, тағы да ақырын скоростта айналдырып, миксерлеп шығамыз. Қатты массамыз сұйық та, қою да болмау керек. Бір келкі болғаннан кейін біздің чизкейктің массасы дайын. Дайындап қойған формамызға массамызды құйып, қызып тұрған пеште жоғары төмен режимінде 200 градуста 45-50 минуттай пісіретін боламыз. Чизкейк бір келкі болу үшін пісірмес алдын осылай ары-бері сілкіп жіберсеңіздер, тегістеліп шығады. Піскеннен кейін біздің чизкейктің түрі қызарыңқырап және де томпайып осындай болып піседі. Бұл міндетті түрде, және де піскен білу үшін осылай қозғасаңыздар дірілдеп тұруы қажет. Міне бізде чизкейк дайын болды. Осылай көтеріліп және де қып-қызыл болып піседі. Бұл міндетті түрде. Және де піскенін осы табамызды ары-бері қозғасаңыздар дірілдеп білініп тұрады. Осыны енді біз бөлме температурасында қалдырамыз. Толыққанды суы қажет. Суығанша формасынан алмаймыз. Суып болғаннан кейін ғана формасынан шығарып, жан-жағындағы пергамент бумагасын аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай уже чизкейк аласа болып қалған. Яғни бұл піскеннен кейін толық суығанда өзі төмен қарата түседі. Толыққанды суығаннан кейін чизкейкімізді кесіп, қонақтарымызға, жақындарымызға ұсына беруге болады. Және де чизкейктің дәмін келтіру үшін натуральный кәдімгі шоколадтар бар ғой, белый шоколад, молочный деген сияқты ұнайтын шоколадтарыңызды ертіп, қосып берулеріңізге болады. Сол кезінде өте керемет дәмді болып шығады. Міне осындай өте керемет, оңай, ауызда еритін чизкейкті міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Жасағаннан кейін комментарияға өздеріңіздің пікірлеріңізді жазсаңыздар қуанамын. Ас болсын. Сіздерге рецепт ұсынған Гүлдария. Келесі видеомды көру үшін колокольчикті басуды ұмытпаңыздар.